Сәлеметсіздер ме? Сіздердің назарларыңызға Қазақстан жүйесіндегі ГУЛАГ, Қазақстан аумағындағы еңбекпен сүрту лагерлері Карлаг, Алжир, Степлак атты бейне сабағымызды ұсынамыз. Сіздер ГУЛАГ деген не екенін білесіздер ме? Осы және де басқа сұрақтарға біз бүгін жауап береміз. ГУЛАГ аббревиатурасы лагерлердің бас басқармасы дегенді білдіреді. ГУЛАГ өз тарихын Ресей революцияға дейінгі кезеңінен бастайды. Болашақ ГУЛАГтың алғашқы ошақтарының бірі Словецк лагері болды. Революцияға дейінгі бүкіл тарихында 316 тұтқыны словактар болған. Сол жерге қоныс аударғанда Иван Грозный бар еді. Сол сәттен бастап осы қайғы басталды. 1919 жылдың 15 сәуірінде еңбекпен түзету лагерлері жүйесін құру туралы кеңес өкіметінің декреті шықты. Лагерлер мен қамау орындарының бас басқармасы бұл КСРО НКВД, КСРО Ішкі істер министрлігі және КСРО Әділет министрлігі. 1930-1956 жылдары жаппай және мәжбүрлеп қамауды ұстау орындарын басқаруды жүзеге асырған. ГУЛАГ екі негізгі мәселені шешті. Біреуі қоғамның сенімсіз мүшелерін оқшаулау және жою, екіншісі оларды арзан жұмыс күші ретінде пайдалану. Бұл әсіресе 30-40 жылдары айқын көрінді. 20-30 жылдары КСРО аумағында лагерлерді Колымада, Магаданда, Воркутада, Сібірде, Оралда, Қазақстанда және басқа аймақтарда ГУЛАГ ұйымдастырылды. Қазақстан территориясы үлкен лагерге айналды. Республикада 11 лагері құрылды. Карлаг, Дальний, Степной, Песчаный, Ақтөбе, Жезқазған лаг, арнайы лагері Кенгір қалыптасты. Қазақстан аумағында ең ірі лагерлердің бірі Карлаг болды. Лагері 1931 жылы 19 желтоқсанда құрылған. Лагердің орталығы Қарағанды қаласының 45 шақырымдағы Долинка ауылында болған. Карлагтың аумағы оңтүстік пен солтүстікке қарай 300 шақырым болса, батыс пен шығысқа қарай 200 шақырым қамтып орналасқан екен. Демек, сол уақытта екі ірі лагер кірмеген екен бұл аумаққа. Лагердің орталығынан 300 шақырым аралығында орналасқан Ақмола бөлімі және де лагердің орталығынан 650 шақырым аралығында орналасқан Балқаш бөлімі болған екен. Карлаг шаруашылығының негізгі алабы Қарағанды және Ақмола облыстарының аумағында орналасқан. 1953 жылы Карлагтың 26 бөлімшесі 192 лагерлік нүктелері болды. Әр бөлім өз кезегінде учаскелер, нүктелер, фермалар деп аталатын бір қатар экономикалық бөлімшелерге бөлінді. Тұтқындар Карлагтың барлық аумағына орналастырылды. Бөлімдер мен учаскелер лагер орталығынан 5-тен 650 километрге дейін қашықтықта орналасқан. Қарағанды еңбекпен түзету лагерінің аумағы 1950 жылы 2876 шаршы шақырымды құрады. Осы кесте бойынша лагердің тұтқындары туралы да айтуға болады. 1931 жылы Карлаг тұтқындарының саны 10400 адам болса, әр жыл сайын тұтқындар саны тек қана өсіп көбейді. 1940 жылы 34.000 болса, ал 1945 жылы 53946 адамды құраған. Кейде қамауға алынғандардың саны 75.000-ға дейін жетті. Карлагтың құрылған кезеңінде 1 миллионнан астам қамауға алынғандар болды. Олар орталық Қазақстан тарихында өшпес із қалдырды. Әйелдер ерлермен қатар қуғын сүргінге ұшырап, қоғамнан оқшауланды. Олар үшін ерлерге арналған баптар қарастырылған. Бірақ тек әйелдер ғана
айыпталған тағы бір бап болды. Бұл ОСОМ, отанның сатқындарының отбасы мүшелері, немесе ЧСИР деп атайды. Қылмыс жасамақ олар отанның сатқынының аналары, әйелдері, әпкелері мен қыздары болып табылғанына айыпталып арнайы лагерлерге жазасын өтеді. 1937 жылғы 15 тамыздағы КСРО-ның нөмір 00486 бұйрығы ОСОМ ЧСИР-ге қарсы жаппай қуғын-сүргін құруға негіз болған. Дәл осы бұйрық негізделген құжат кінәсіз тұтқындауға және бірінші кезекте саяси себептермен қудаланған әйелдерді лагерлерге қамауға құқық берілді. Әйелдерді Алжирге еліміздің барлық түкпірінен, Мәскеуден, Ленинградтан, Украинадан, Белоруссиядан, Грузиядан, Армениядан, Орта Азиядан әкелінді. Лагерге келген әйелдер иестеніп, тек лагер режиміне бағынады. Олар күнделікті саққа тұру, босындар, шарлау, тінту деген тәртіпке бағынды. Карлакта әйелдер тұтқындарының саны кейде 22 мыңға дейін жеткен. Олар КСРО Ішкі істер халық комиссариатының арнайы жиналыстарымен 58-17 баптарға сәйкес отан сатқындары ОСОМ ЧСИР мүшелері ретінде сотталды. Оларға әртүрлі мерзімдері тағайындалды. 3, 5, 8 және 10 жылдай шамасында. Олардың мерзімінен бұрын босатпайды. Сотталғандардың мерзімінің соңына дейін лагерде қамауда ұстайды. 1938 жылғы 25 тамыздағы жарлығына сәйкес Ішкі істер халық комиссариатының лагерлері туралы КСРО Ішкі істер халық комиссариатының лагерлерінде жазасын өтеп жатқан адамдар сот белгіленген мерзіміне толық өтуі тиіс болды. Карлактың Ақмола бөлімшесінде СССР Ішкі істер халық комиссариатының ерекше кеңесімен сотталған 18 мыңнан астам әйел болған. Мұнда партия және кеңес органдарының жетекшісі әйелдер болды. Лагерде Бухариннің әйелі, Тухачевскийдің әйелі мен қызы және 2 апайы, Блюхердің әйелі, сондай-ақ Сейфуллин, Майлин, Шанин, Рысқұлов, Жүргенов, Мендешев, Садвақасов, Асфандияров, Нұрмақов және де басқа жандардың әйелдері болған. Қазақстан аумағындағы ГУЛАГтың тағы бір ірі лагері Степлак болды. Жезқазған қаласында тау-кен металлургия комбинатының құрылысы 1936 жылы басталды. Ал 1940 жылы Кеңгір өзенінің жағасындағы, яғни бұрынғы пионер лагерінің орнында КСРО Ішкі істер халық комиссариатының ірі лагері құрылып, оны Жезқазған лаг деп атап кетті. 1945 жылды наурыз айында Карлак Кеңгір бөлімше базасында әскери тұтқындарға арналған нөмір 50 лагер қалыптасты. Жыл аяғында оны нөмір 39 лагерге ауыстырды. 1945 жылы 23 сәуірде Кеңгірге 8 мың адам әскери тұтқындалған немістер эшелондап әкелінді. 1946 жылы Ішкі істер халық комиссариатының Карлактың құрамына аса қауіпті санаттары үшін Жезқазған еңбекпен түзету лагері болып, оларды халық жауы, отан сатқындар және контрреволюционерлері бірі еді. Степлак тұтқындары тек өнеркәсіптік кәсіпорындарда жұмыс істеді. Олардың бірі мыс өндіруі болды. Бұрғылау құрғақ болды. Бос жыныстары тозаны тез силикоз бен туберкулез ауруын тудырды.
Тұтқындардың өмірі сүру жағдайы өте ауыр болды. Тұтқындар көптеген назарлықтар жиналып, тіпті кулакпен кесілген құқықтарды да бұзды. Оларды нашар тамақтандырды, емдемеді, үнемі қорлаудан өтті. Қаруды негізсіз қолдану, қамаудағыларды ұрып соғу және тағы басқалар болған. Мұның бәрі тұтқындардың арасында назарлық тудырды. Дегенмен біртіндеп бағынбауға көшті. Бір 1959 жылдың 27 шілдесінде КСРО ішкі істер министрі Дудыровтың Қарағанды еңбекпен түзету лагерінің Қазақ ССР Қарағанды облысының ішкі істер басқарма қамау орындарын басқармасы етіп қайта құру туралы бұйрық шықты. Карлаг 28 жыл жұмыс жасады. Бүгін біз Карлаг тарихының қасиетті беттері, террор жылдарындағы жазықсыз зардап шеккендері туралы ұмытуға құқымыз жоқ. Жастар бейбіт өмірінің бағасын білу керек. Олар қоғамда өз халқына қарсы күреске келген, өткенін қателіктен қайталамау үшін біздің тарихымызды білу керек.